Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, іші толықтай пісіп шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су, 1 қасық шекер, 1 қасық тұз және 1 қасық ашытқы салып, електен алдын ала өткізіліп қойған ұнды аламыз. Және бұл уақытта сары майды ертіп қойдым. Сары майымызды қосып, осылай жұмсақ қамыр илейміз. Мен басында сары майды қосуды ұмытып кете жаздадым, сонымен қосып жіберіп иледім. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Үстіне кішкене сұйық майды жағып, бетіне салфан жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа көтерілгенше жібереміз. Бұл уақытта картопты пісіруге жібереміз, яғни пюре жасаймыз. 2 пиязды турап, табаға май құйып, тұз және қара бұрыш салып, пиязды қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылған соң, картошкамыз піскен соң, кішкене тұз қосамыз дәміне қарай картопқа. Сүт қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Барлығын майдалап, осылай пюре жасаймыз. Қамырымыз ашып қалды. Қамырды кіші бөліктерге бөліп шығамыз. Өз қалауларыңызша бөлсеңіздер болады. Барлығын бөліп болған соң, дөңгелек пішінге жасаймыз. Бетін жауып, 10 минутқа кішкене көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай кішкене көтеріледі. Енді қамыр жайып бастаймыз. Шет-шетін жаямыз, ортасын қатты жаюдың керегі жоқ. Салмамызды салып, екі жағынан қамырды бір-біріне осылай жабыстырып шығамыз. Қаттырақ жабыстырыңыздар. Екі жағын бүгіп, осылай үстінен басамыз. Кішкене. Мінекей, екіншісін түйіп жатырмыз. Екі жағын жақсылап қамырдың бір-біріне жабыстырып, үстінен солай басамыз. Барлық қамырларды осылай салмасын салып, пирожкилерімізді жасап шығамыз. Пирожкилеріміз жасап болған соң, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Табаға май құйып, қатты отта қыздырып аламыз. Қызған соң, орташадан жай отқа қойып, пирожкилерімізді екі жағынан пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Неге? Маған осы пирожки өте қатты ұнады. Түсі де осындай керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен пирожки дайындап көріңіздер, каналға тіркеле кетіңіздер. Ас болсын.